болған, сол жерде малды жайып жүреді. Сол Сармантай кісіге менің немеремнің жаңағы қолы қышитын аллергия дейміз ғой, аллергия біздің тұқымымызда бар. Аллергиямыз бар еді. Әкем 93-ке келген. Сөйтіп, соны 93-ке келді. Әкемде де аллергия бар еді, тұқым қуалайтын еді. Сосын Сармантай айтқаннан кейін мен немеремді алып, сіңлімді алып, сол жерге бардым. Кейін өзімнің де аяғымның үстіне, қолымның үстіне алғашқы көктемнің алғашқы күніне сосын шөпке аллергиям бар еді. Мен де сол суға барып, жуынып, шомылып, үстімізге құйып, әйтеуір сылжырап ағып жататын. Содан барып, біз жақсы болып кеттік содан. Жақсы болғаннан кейін, ой, мына жер керемет емдік қасиеті күшті екен ғой, дедік та, өзім Майбұлақтың қызымын, Майбұлақта да сылдырап су ағып жататын, Майбұлақтың суы деп айттым, сол кейін Майбұлақтың суы болып кетті ол. Ал маған ешкім бұл Майбұлақтың суы, майлы су деп зерттеп, көрсетіп, ешкім айтқан жоқ. Алғашқы өзім марқұм Сармантай кісі осы бұлағы ағып жатыр деді. Менің елімде де, өзімнің туған жерімде де сондай бұлақ бар болатын. Ол бұлақтың аты Майбұлақ. Оны да ешкім зерттеген жоқ. Әлі де Майбұлақ деп аталынады. Бірақ не себепті Майбұлақ деп айтатынын мен елімде де зерттелген жоқ та. Суы мөлдір, мұздай, тамаша, бұрқырап ағып жатады су. Майбұлақ деп атайды. Оны мен ата-бабаларымыздан, әке-шешелерімізден кезінде сұрап алмаппыз. Ал сол Майбұлақтың суына теңестірдім де мен де Майбұлақ деп